Дженнифер Лопестің Астанадағы концертіне билеттер түгел сатылып кетті. Тіпті әлемдік жұлдызды өз көзімен көргісі келетіндердің саны көп болғаны соншалық, билет сататын сервистің сайты көтермей қалды. Техникалық ақауға байланысты стадиондағы орын санынан да көп билет сатылып кеткен. Яғни бір орынға 2 билеттен өткізілген жағдайлар болыпты. Осыған байланысты концертті ұйымдастырушылар миллиондаған шығынға батты. Билетке ақша төлесе де, бірақ ваучер алмағандар үшін орын қалмады. Орынсыз қалғандарға бірнеше нұсқа ұсынылып жатыр. Егер билет сол бағадағы басқа орынға немесе билетін алаңға ауыстырылса, ыңғайсыздық үшін билет құнының 50% өтемақы ретінде төленеді. Бұл жерде жаңа билет бұрынғыдан қымбатырақ тұрса да өтемақы беріледі екен. Ал егер билет арзан орынға ауыстырылса, толық қайтарылым жасалады және ол адамдар концертке тегін кіреді. Осылайша жүздеген адам Джейлоның концертіне тегін баратын болды. Ал егер ұйымдастырушылар мүлдем орын тауып бере алмаса, билет құны оған қоса сол көлемде өтемақы төленеді, яғни билет бағасының 2 есе құны қайтарылады. Осындай техникалық ақау болған Тикетон сервисі Freedom Holding компаниясының құрамына кіреді. Аталған компанияның басшысы Тимур Турловтың айтуынша, осы ақаудың кесірінен олар жүздеген миллион теңге шығынға ұшыраған. Бұл шығындар сервистің 1 жылдық табысы шамасында екен. Осылайша бұндай дәрежедегі концертті ұйымдастыру қандай дайындықты қажет ететіні де көрініп қалды. Соның ішінде бір мезетте көп адам сайтқа кіреді дегенде техникалық тұрғыдан дайын болу керек. Айта кетейік, топ жұлдыз Дженнифер Лопестің Астанадағы концерті биыл 1 тамызда өтеді. Осыған байланысты тек Қазақстанда емес, алыс жақын шетелдегі әртістің жанкүйерлері Астанаға жол тартпақ. Бүгінде шетелдік туристік ұйымдар осы концерт аясында Қазақстанға арнайы туристік пакет сатып жатыр. Пакетке Алматының әсем табиғатын тамашалау, атап айтқанда, Көлсай мен Қайыңды шарын шатқалына экскурсия және ең соңында футуристік Астанадағы Джейлоның концерті де кіреді. Бұндай туристік пакет $1400 шамасында тұрады.